Сәлем, менің құрметті көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай хит болған кесе самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Барлығын емес, жартысын салып алдым. Тұзымызға суды араластырып, осы ұнның ортасына құятын боламыз. Және де үстіне ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Иленген қамырымыздың бетін жауып, тындырып қоямыз. Қамырымыз тынғанша біз мұнда начинкамызды дайындаймыз. Мен мұнда ет, картоп, пияз және де сочный болу үшін помидорды барлығын кубик тәріздес етіп турап, тоз бұрышын салып, араластырып алдым. Енді тынып тұрған қамырымызды алып, екі бөлікке бөлеміз. Маған ыңғайлы болу үшін солай жасап алдым. Және бөлген бірінші бөлігімізді осылай сопақша тәріздес етіп жасап аламын. Өзіме оңай болу үшін екінші бөлікті де дәл осылай жасап аламыз. Мен 6 кесе самса пісіретін боламын. Сондықтан бірінші осындай кішілеу 6 бөлік самсаныңкін. Мұнда қарасаңыздар, әр самсаға 3 қамырдан бөліп қойдым. Кішкене, орташа және үлкен. Қазір оны түсінетін боласыздар. Түсіндіріп өтемін, қайсы неге екенін. Енді самсаның үлкен қамырын алып жаятын боламыз. Яғни самсаның өзін жасаймыз. Жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Жақсылап жайып алғаннан кейін осылай кесенің ішіне салып орналастырып аламыз. Осының үстіне начинкамызды салатын боламыз. Начинкамызды салдық. Енді бетін жақсылап бекітіп шығатын боламыз. Яғни бізде қазір самсаны төңкерген кезде ішіндегі начинкаларымыз шығып кетпеу керек. Сондықтан жақсылап жапсыруға тырысыңыздар. Енді кесенің ішінен самсаны аламыз. Тағы да бетін тағы бір тығыздап жапсырып шығамыз. Енді оны шетке алып тұрамыз. Түсінікті болу үшін тағы да екінші үлкен қамырды көрсете кетейін сіздерге. Жұқалап жайып аламыз. Самсаның үлкен болғандығын қаласаңыздар, үлкен етіп жасап аласыздар. Егер кішілеу болғанын қаласаңыздар, кішілеу етіп деген сияқты. Тағы да кесеміздің ішіне салдық, начинкамызды салдық. Енді бетін жапсырып шығамыз. Сіздерге түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Осылай жапсырып шығамыз. Енді біз мұнда қамырдың орташа бөлігімен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни оны не үшін пайдаланамыз? Қазір мына кесе самсаларымыздың астына тарелка ретінде пайдаланатын боламыз. Қатты жұқа етіп жібермеңіздер. Үстіне жаңағы самсамызды жапсырған жағын астына қаратып, осының көлеммен бірдей етіп, шеттерін кесіп алатын боламыз. Жан жақтарын алып тастасаңыздар болады. Мінекей. Тағы да осылай жайып аламыз. Кішілеу бөлігін осыны 4-ке бөліп, қазір ламан сияқты етіп домалататын боламыз. Яғни созатын боламыз. Осылай жіңішкерек етіп созатын боламыз. Осы екеуі жеткілікті болады. Енді екеуін өріп отырып
әдемі узор жасаймыз. Ол узорды жаңағы самсаның бетіне пайдаланамыз, яғни крышкасы ретінде. Ал кішкене домалақты домалатып бетіне точкаға қойып шығамыз, яғни ұстайтын тұтқасы болады. Жұмыртқаның сарысын самсаның барлық жеріне біркелкі етіп, әдемі етіп жағып шығамыз. Яғни біздің самсаларымыз қызарғанда әдемі болып тұру үшін, және мен әсемдік үшін бетіне кунжут себетін боламын. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай сепсеңіздер болады, сеппесеңіздер де болады. Осы уақытта біздің пешіміз қосылып тұру керек. 180 градуста 40-45 минут пештеріңізге қарай пісіріп аласыздар. Міне біздің кесе самсаларымыз 45 минутта дәл осындай әп-әдемі болып пісіп шықты. Өте сочный болып, әдемі болып шығады. Кәдімгі кесе самса, тандыр самсадан айырмашылығы жоқ. Өте дәмді болып шығары сөзсіз. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Енді мұның бетін былай кесетін боламыз, яғни жаңағы крышкасынан ұстап тұрып, осылай жан-жағын кесіп, қақпағын ашамыз. Мінекей өте сочный болып шығады. Кәдімгі дәмі тура тандыр самсаныкіндей болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Егер видео ұнаған болса, лайк қойып, комментария жазып, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Сау болыңыздар.